Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай қаттама нан жасадым. Өте қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады, дәмді болып шығады, оңай жасалады. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен жылы су қажет. Ол жылы судың үстіне 1 шай қасық тұз салып, ерігенше жақсылап араластырып алдым. Сосын ұнды 3-4 рет қайталап електен өткізіп жіберсеңіздер болады. Оның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, оның үстіне 2 шай қасық сұйық майды құйып жібердім. Сосын тұзды суымызды құйып, біріккенше қасықпен араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бұл қамырды өте көп қолмен илеген жақсы болады. Неғұрлым қатты иін қандырып, жақсылап илесеңіздер, соғұрлым сіздердің қаттамаларыңыз жақсы болып шығады. Осылай жақсылап илеп алдым, және де бұны тындырып, 10-15 минутқа қайтадан илеп, солай 2-3 рет жасасаңыздар болады. Осылай қолмен көп жұмыс істеңіздер қамырмен. Енді осы қамырымызды жақсылап илеп болған соң 2 бөлікке бөліп алдым, және де жұқа етіп, өте жұқа етіп жасаңыздар болады. Бұл қаттама нанды жасаған кезде осылай қамырын жасап, майын жағып қойғаннан кейін тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады, және қалаған уақыттарыңызда пісіріп алсаңыздар болады. Алдын ала жасап қойсаңыздар қытырлақ болып, ыстық болып, жақсы болып тұрады. Ал егер жұмсақ болып тұрған қаласаңыздар, жасап қойып, бұны қойып қойсаңыздар, пакетке салып, жұмсақ болып тұрады. Осыны жұқа етіп жайып алдым, және де ерітілген сары майды осылай бетіне құйып, көп құя беріңіздер. Сары май аз болып қалмасын, және майдың майлылығы жоғарысын 82-5 сондай пайдаланыңыздар. Жақсылап бір келек етіп жағып алдым осылай. Және де бұны жағып болғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қойыңыздар. Сонда сіздердің қамырларыңызға май сіңіп, орағанда да ыңғайлы болады. Міне жақсылап жайып алдым. Енді бір шетін кішкене қайырып, оқтауымызға осылай ораймыз. Орағанда да видеода көріп отырғандарыңыздай осылай қысып, және де кішкене қамырды тарту арқылы ораймыз. Сонда сіздің қамырларыңыз тағы жұқаланып, қатпары жақсы болып шығады. Осылай орап болғаннан кейін пышақпен осылай 5 бармақтың қамыр секілді кесіп алып, оның ортасына тағы да кішкене май жағып жібересіздер. Сосын бұл дайын болған қамырымызды 3 бөлікке осылай көріп отырғандарыңыздай пышақпен кесіп аласыздар да, осылай орап шығасыздар. Шетіне келген кезде шетін қайырып, бір жағын жауып қоямыз. Ол бізге астында қалатын бөлігі жайған кезде май сыртына шығып кетпес үшін керек бұл. Осылай орап аламыз. Өте тез дайын болады. Қатпарлы болып, қытырлап, енді сөз жоқ. Жақсылап, осылай тура мен жасағандай етіп жасасаңыздар, сіздерде де жақсы болып шығады. Міне осылай қатпарын көріп отырсыздар. Бұны тоңазытқышқа қойып қоямыз 15-20 минут шамасында. Және осылай тақтайға қолмен оқтауды пайдаланбасаңыздар болады. Қолмен осылай жайып жіберіңіздер. Ортасын қаттырақ басыңыздар. Себебі ортасы қатты болып, қалың болып қалып кетпесін. Және қызып тұрған табаға кішкене май тамызып, осылай салып қамырымызды бетін жабу арқылы пісіреміз. Астындағы от баяу болу қажет, бірақ қатты емес, баяу да болып кетпесін, орташа отта жасаймыз. Және бетіне май құйып жіберіп, екінші жағында осылай 5-10 минут шамасында екі жағында пісіріп аламыз. Міне дайын болып шықты. Өте күшті болып шығады. Дәмі сырты қытырлап, іші жұмсақ болып шығады. Бұны пакетке салып қойсаңыздар, жұмсарып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.